Assalomu alaykum, құрметті бауырлар. Бүгін мен сіздерге Құранда аты аталған 25 пайғамбардың екіншісі, яғни Идрис пайғамбар жайлы айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар, өйткені келерде көп пайғамбарларды өмір баяндарын айтатын боламын. Құранда Идрис алейхиссалам жайлы екі жерде кездеседі: Мариям сүресінде және Әнбия сүресінде. Тарихта Идрис алейхиссалам алғаш рет қолына қалам ұстап жазу жазған және жазуды үйреткен пайғамбарлардың бірі. Сонымен бірге Идрис алейхиссалам адамдарға ине мен киім тігу жолдарын, сонымен бірге есеп қисапты, астрономия білімдерін, жалпылай білімдерді адам баласына үйреткен пайғамбарлардың бірі болып табылады. Идрис алейхиссалам өзінің шыншылдығымен, өзінің сабырлығымен Құранда ерекше аталған. Идрис алейхиссалам адам атаның жетінші ұрпағы, яғни Нух алейхиссаламнан бұрын өмір сүрген пайғамбарлардың бірі. Сонымен бірге Идрис сөзінің өзі араб тілінден үйренуші, білімге өте құштар, білім алушы деген мағыналарды білдіреді екен. Ислам тарихында Идрис алейхиссалам тікелей көкке көтерілген пайғамбарлардың бірі. Ол жайлы келесі контентте Құдай қаласа сіздермен бөлісетін боламын. Бүгінше осы видеоның соңына келдік. Егер де осы контент ұнаса, лайк басып бізге тіркеле кетіңіздер. Ассаламу алейкум.